Болжау арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге алдыдағы келе жатқан аптаға әр жұлдыз белгісіне арнайы болжау түсіремін. Тоқты жұлдызындағы көрермендеріме мамыр айының 19 мен 25 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар. Тосынсый аптаға деген. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай бір қиындықтан, бір проблемадан ең өзіңізге қолайлы жолын тауып шығасыз. Өзіңізді мазалаған күйде күшіңізді қалпына келтіруге мүмкіндік болады. Алдыңызға жаңа мақсаттар, жаңа бір қызығушылықтар қоятын. Өзіңізді бір уайымдатқан күйді артта қалдыруға дайын боласыз. Іштей дайындық болады. Осыған дейін алдыңғы апталарда мазалап келген, өзіңізге өте маңызды болған жағдайды артта қалдыруға деген дайындығыңыз болады. Бір нәтижесі қалай боларын білмесеңіз де, алдыға қарай бір жоспармен жүретін күйде боласыздар. Кейде жаныңызға тыныштық іздейтін күйде боласыз. Аптаның басындағы жағдай өзіңізді көңіліңіз толмаған шаруада өзіңізді бір жеңілгендей күйде сезініп отырған, біреуге есеңіз кеткендей, кейде бір ақшадан алданып қалғандай күйде сезінген жағдайда өзгерістер болады. Көбінесе біреуге ренжіп отырған күйіңізде жағдай өзгереді. Хатқа бара алатын, сәлемдеме алатын. Егер бір сол сәлемдеме, бір тапсырысты алуға қолыңыз жетпей отырған болса, күтуден басқа амал жоқ. Соған қатысты, сол жағдайға қатысты жақсы жаңалық аласыз. Аяқ асты жағдайыңыз жақсы жаққа қарай өзгереді, өзіңізді мазалаған шаруада. Кейде асығыс жолға шығасыздар. Қалай болғанда бір жаныңызға жағымды өзгерістер болады жағдайыңызда. Аптаның ортасында қызығушылық, бойыңызды қызығушылық билейді. Жаңа бір мақсатқа, немесе бар жағдайды өзгертуге деген. Бірақ сенімсіздік мазалайды. Соған өзгеріс енгізгенде қалай болады деген. Кейде жағдайды дұрыс көрмегеніңізге бола өзгеріс енгізуге деген қызығушылық пайда болады. Бір ер адаммен байланысты сенімсіздік мазалауы мүмкін кейде. Басқа жаққа егер жолға шығу керек болған болса, жұмыс орнын айырбастау керек болған болса, егер жұмысыңыздан басқа жаққа қарай сізді ауыстыратынына қатысты бір ішіңізде сенімсіздік ой мазалауы мүмкін. Жаңа жұмыс орнына баруға қатысты кейде сенімсіздік мазалайды. Бір өзіңізді көбінесе жағдайды дұрыс баға бере алмай алдағаныңызға бола өзіңізді. Құлшыныс пайда болады. Бірақ сол қалай тез арада пайда болса, солай тез арада сөнетін құлшыныс, қызығушылық. Аптаның соңында жолға шығасыздар. Немесе жағдайыңызда тағы бір өзгеріс болады. Көші-қонмен байланысты кейде. Егер оқитын тоқтыларым болса араларыңызда, оқумен байланысты өзгеріс, білім алумен қатысты. Көбінесе өзіңізге жағымды өзгеріс болады. Материалды жағдайыңызда өзгеріс болады кейде. Бір сыйлыққа ие болатын, ақшалай көмекке жақындарыңыздан, немесе өзіңіз қолыңызға сол кіріс бір табыс келетін, өзіңізге ұнайтын затты сатып алатын. Ақшамен байланысты бір шаруаларыңыз, мәселе, өзіңізді мазалап отырған, оңына қарай өзгеретін күйде боласыздар. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында ескіден арылуға шақырады. Алдыңғы апталарда, немесе енді алдыңғы уақыттардан бері келе жатқан бір ескілер, ескі ой, ескі уайым, ескі бір заттар ескірген. Кейде бір уақыты келген арақатынас өзіңізге бір ары қарай жалғастыруға ауыр болған, қолайсыздықтар тудырған. Кейде бірге жұмыс істеген, енді бір тапсырысты бірге орындап, аяқталғанда уақыты келген арақатынастарға кейде жіберуге шақырады кеңес ретінде. Тосынсый аптаға деген. Бір маңызды жаңалық аласыз. Сіздің жоспарларыңызға өзгеріс енгізетін. Кейде сол күтіп отырған хатқа бар, күтіп отырған жаңалық, күтіп отырған сәлемдемеге ие болатын. Күтіп отырған өзгеріске ие боласыз. Жағдайыңыз жақсаруына қарай бір өзгерістер болады. Өзіңіз елмен хат алмасатын жағдай болады кейде. Қалай болғанда бір апта барысында күтпеген кейде өзіңізді қуандыратын өзгеріс болатынын көрсетеді. Тоқтыларым апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Торпақ жұлдызындағы көрермендеріме мамыр айының 19 мен 25 аралығына арнайы болжау.
аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар. Себептері. Қосымша аптаға деген. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай, өзіңізді қызықтырған шаруаға қатысты информация жинайсыз. Бір адамға қатысты, немесе құжаттарды реттейтін, үйдің құжаттарын реттеуге тура келетін жағдай болады. Кейде жағдайдың барлығын сын көзқарастан өткізетін, бір сенімсіздік танытатын, сондай бір бойыңыздағы қасиетіңіз артады сондай. Кейде өзіңіз сын естуіңіз мүмкін, атқарған ісіңізге қатысты. Балаларыңыздың жағдайына мән беретін кейде болады кейбір торпақтарым. Бір сіздің қатысуыңызды, ақылыңызды талап еткен жағдайда. Санамен шешім қабылдауды талап ететін жағдай болады. Бір адаммен арада егер бір түсініспестікті шешіп алуға деген ашық әңгіме болатын болса, сол тыңдап өзіңізге дұрыс қорытынды жасайтын күйде боласыз. Өзіңізге қолайлы қорытынды. Аптаның басында туғандармен байланысты бір жақсы жаңалық аласыз. Үйіңізге қатысты бір сәттілік болады, қуанышты жағдай. Үйге бір өзіңізге ұнайтын зат алатын, үйіңізде бір қуанышты хабар болатын, туғандарыңыздан, немесе өз үйіңізде тұрып жатқан. Үйіңізбен байланысты егер ипотека күтіп жүрген болсаңыз, бір шешім, үй сатып алғыңыз келіп, сол іздестіріп таба алмай жүрген болсаңыз, өзіңізге ұнайтын, барлық сәтімен шешіліп кететін күйде боласыз. Кейде тойға баратын, өзіңіз үйде қонақ күтетін себептер болады. Туғандармен арадағы бір жағдай шешіледі. Түсініспестіктер сол. Оңымен өзіңізді қуандыратын жағдайда шешіледі. Үйдегі өзіңізді мазалаған бір шаруа шешіліп кетеді. Не істеу керек екен шешімін табатын күйде боласыз. Аптаның ортасында күш салуға тура келетін күйде боласыз. Өзіңіздің беделіңізді, таныстықтарыңызды, кейде ақшаның көмегіне жүгінетін күйде боласыз, бір қалауыңызға қол жеткізу керек болған жерде. Күш салу арқылы олжаға ие боласыздар кейде. Үлкен бір олжа келуі мүмкін қолдарыңызға. Салған күшіңізге қарай, енді білім жағында болса, сол бір жақсы жаңалыққа ие боласыз. Денсаулықта жақсы, өзіңізге қажет еміне қатысты жақсы жаңалық аласыз. Кейде бір бойыңыздағы өзіңізді мазалаған зиян әдеттен арылуға ақшаның көмегімен жол табасыз. Бір ақшаның көмегі арқылы жағдайыңызды жақсартатын күйде боласыз. Немесе тағы да бір жақындардың көмегі арқылы, жақын адамдардың. Аптаның соңында, аптаның ортасында сондай үйдің бір құжаттармен байланысты шаруаны сол ақшаның көмегі арқылы шешесіз, таныстардың көмегі арқылы. Аптаның соңында өте бір сезімге беріліп әңгіме болады. Өзіңізді бір мазалаған, эмоцияңызды оятқан шаруада соны талқылайсыздар. Бір адаммен кездесіп талқылайтын жағдай. Бір шаруаның қайтарымы болады. Бір әділдік орнағанына қатысты жаңалық аласыз. Тепе-теңдік орнату керек болады кейде. Өте сондай бір эмоционалды күймен күйде дұрыс баға беретін, өзіңіздің бойыңыздан күш табасыз. Сол бір қобалжитын жағдайға кейде, немесе келген жаңалыққа, алған бір қуанышты, өте қатты қуанатын жағдайға. Құжаттармен байланысты қуандыратын, заң орындарымен байланысты қуандыратын, бір мекемелермен байланысты қуандыратын жағдай болады. Сол оқуға қатысты болуы мүмкін. Осыған дейін бір еңбектен күш салып, нәтижесін көрмей жүрген шаруада қайтарымы болады кейде. Бір әділдік орнайды. Кеңес аптаға деген осы апта барысында сіз не істеу керек екенін өзіңіз білесіз. Сондықтан өзіңіздің ішкі ақылыңызға құлақ салуға шақырады. Ішкі дауысыңызды естуге, өзіңіздің сол сана сезіміңізге арасында мән беруге. Тосын саяптағы деген бір қарапайым, ар жағында ешқандай бір меңзеген қулық, ешқандай
бір жанға жағымсыз әсері жоқ сыйға ие боласыз, жақсылыққа, сыйлыққа. Бір адамның өзіңізге деген бір жақсы ниетіне куә боласыз. Сізге бір жақсылық жасағанына ешқандай қайтарым күтпей. Бір мүмкіндік болады. Немесе сәттілік жолыңыз болатын. Өзіңізді қуандыратын бір әдемілікпен, жанның бақытымен байланысты бір сәттілік болады. Апта барысында бір қатты қуанатын жағдай болады көбінесе торпақтарымда. Торпақтарым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Егіздер жұлдызындағы көрермендеріме мамыр айының 19 мен 25 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Тосын сый аптаға деген. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай. Бір адам келеді үйлеріңізге. Өздеріңіздің жандарыңызға жағымды адам көбінесе. Кейде жай хатшы келуі мүмкін. Күтіп отырған бір затпен, жағдаймен. Кейде бір ұсынысқа ие боласыз. Өзіңізге жағымды сыйлыққа ие боласыз. Бір жерге шақыру алуларыңыз мүмкін. Енді кейбіреулеріңіз барамын деген жеріңізге сәтімен жетесіз. Барып біреудің қалын білу керек болған болса. Табыс көзімен байланысты бір жолдарыңыз болатын жағдай болады. Өзіңізді қуандыратын. Бір адаммен араларыңыз жақсарады. Бір көңілге қарап, араны шешіп алуға тырысатын күйде боласыздар. Табыс көзінде жұмыс күтіп отырған болсаңыздар, сол жұмыста бір сәттілік болады. Кешірім өтінемін, ұшып жүрген жаңағы бір насекомыйды ұстауға тура келді. Жұмысқа қатысты ұсынысқа ие боласыздар. Қолға алған ісіңізді сапалы атқаруға, қалай болғанда бір жұмыс жағында табыс көзінде жақсы бір өзіңіз іздеп жүрген нәтижеге ие боласыз. Ұсынысқа, нәтижеге. Досыңыз арқылы, бір танысыңыз арқылы жұмысқа орналасатын жағдай болады кейбір егіздермен жұмыспен байланысты сұрақ мазаласы. Немесе жұмыс орнында жаңа досқа ие боласыз, дос табасыз өзіңізге. Аптаның басында үмітіңіз артады, сеніміңіз артатын. Кейде бір танымалдылыққа ие боласыз. Өзіңіздің сезімталдығыңыздың арқасында мақтауға ие болатын. Немесе ары қарай не болар екен деп отырған шаруада бір үмітіңіз артады. Үміт пайда болады. Жолын көресіз кейде, не істеу керек екен. Өзіңізді бір жарнамалаған жағдайда әйел адам көмектеседі кейде. Сіздің сеніміңіз артуына көмектеседі. Бір атақты адаммен кездесетін, араласатын жағдай болады. Ғаламтор арқылы араласатын. Көбінесе бір жарнама арқылы өзіңіздің енді тән сұлулығыңызды жақсартуға мән беретін күйде боласыз. Немесе сол өзіңізді мазалаған шаруада ғаламтор арқылы шешімін іздейсіз. Бір жұлдызыңыз жанатын жағдай болады аптаның басында. Өзіңізді сезімталдық күйіңізді оятқан, бір кейде уайымдатқан шаруада. Бір әйел адаммен араңыз жақсаруға үмітіңіз пайда болады, артады. Үміттенген жағдайға қатысты қобалжу болады кейде. Қалай болар екен деген. Аптаның ортасында бір қаталдық танытқан, немесе бір талаптарға сай болу керек болған жағдайда. Бір алдыңызға қойған жоспарды орындау керек болған жағдайда күтумен боласыз, кейінге шегерумен. Кейде өзіңізді бір шарасыз күйде сезінетін. Сол жағдайға көзқарасыңызды өзгертетін. Сол жағдайдың өзгеруіне ешқандай бір сыртынан қарап күтіп отыратын күйде болады кейбір егіздерім. Бір қаталдыққа келгенде кейде
кейінге шегеретін боласыз. Өзіңізге деген қаталдыққа келгенде, бір алдыңызға мақсат қойған болсаңыз, осы аптада осыны орындаймын деген, сол жағдайда бір бар күйіңізге қанағат болған күйде боласыз. Кейде денсаулықпен байланысты шаруаға мән бересіздер. Көзқарасыңыз өзгереді. Өзіңіздің денсаулығыңызға деген көзқарасыңызды өзгертесіз. Денсаулығыңызды жақсартуға көшетін күйде боласыз кейде бір. Ағзаңыздың бір жағдайына мән беретін, өзіңізді қолға алатын, осыған дейін бір кейінге шегеріп, ерініп жүрген шаруаны қолға алатын. Өте бір қатал, өзіне маман адаммен байланысты шаруада көзқарасыңызды өзгертесіз сол адамға деген. Немесе күтетін күйде боласыз. Сол адамды күтетін. Бір үкімет орындарымен байланысты шаруаның нәтижесін күтетін күйде боласыз. Аптаның соңында бір әйел адамнан сізге сыйлық келеді. Ақшаға ие болатын. Өзіңізге бір қол ұшын беретін, қолдайтын әйел адаммен араласатын жағдай болады. Үйдің шаруаларымен бір жолға шығып төлемақыларды жүзеге асыратын. Құжаттарды тағы да бір реттейтін. Қалай болғанда көңіліңіз толған күйде боласыз. Кейде бір сол мекемелердегі әйел адамның көмегі болады. Өзіңіздің тән сұлулығыңызға, үйіңіздің жағдайына бір мән беруге деген. Жағдайдың барлығы өз жолымен сізге ұнайтын жолда жүріп жатқан, көбінесе жұмыс орнымен байланысты, табыс көзімен байланысты жағдайда бір жолыңыз болған, өзіңізге көңіліңіз толған, немесе деңгейіңіз жоғарылаған, өзіңізге бір сеніміңіз артқан күйде боласыз. Немесе сол табыс көзімен байланысты, немесе көп күш салып нәтижесін күтіп жүрген жағдайда сеніміңіз артады өзіңізге деген. Жолыңыз бір болғанына, жағдайды кеңінен көретін күйде боласыз. Немесе сол жұмыс арқылы бір беделді әйел адаммен таныстық болуы мүмкін. Немесе өзіңізге бір сондай қамқорлығын танытатын көбінесе әйел адам пайда болады. Сіздің бір күш салып нәтижесін күткен шаруада әйел адамның көмегі болады. Кеңес аптаға деген. Өзіңіздің ойыңызды да, сезіміңізді де, қадамдарыңызды да алдыға қойған мақсаттан тайдырмауға шақырады. Сонда өзіңізге қажет, өзіңіз қалаған, армандаған нәтижеге қол жеткізесіз. Жолда бір қиындықтарға, басқа бір қызығушылықтарға көңіл бөліп кетуге, уақытыңызды соларға көбірек жұмсап жіберуге, өзіңізге жол бермеуге, ненің маңызды, ненің кейінірекке қалдыруға болатынын шешіп алуға шақырады. Тосын аптаға деген. Өзіңізге ұнамаған жағдайды жібересіз. Өзіңізді мазалаған жағдайды жібересіз. Қош айтасыз. Өзіңізге ұнамаған, кейде бір жаман әдетті, зиян әдетті жіберуге бойыңыздан күш табылады. Кейде бір өсекпен байланысты, өзіңізді бір сондай сізге жаман әсер әкелетін ортамен байланысты жағдайға нүкте қоясыз. Сондай бір жаныңызды мазалаған мәселеге нүкте қоясыз. Енді қайтып оралмайтындай бір нүкте қоятын күйде боласыз. Өзіңізді мазалаған шаруаға. Егіздерім, апталарыңыз сәт өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Шаян жұлдызындағы көрермендеріме мамыр айының 19 мен 25 аралығына арнайы болжау. Әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар. Тосын аптаға деген. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай. Осы апта барысында өзіңізді мазалаған шаруаны шешуге көңіл бөлесіз. Өзіңіздің бір қажетіңізге, интересіңізге қатысты. Үйіңіздің бір шаруасын шешуге, үйіңізбен байланысты бір шығындарға қатысты шаруаны шешуге. Бір адамдармен араны, сол көбінесе шығындарға қатысты бір келіспеушілік, түсініспестіктерді құжаттармен байланысты шешуге. Өзіңіздің бір құқығыңызды қорғауға көңіл бөлесіз. Кейде бір қорғаныс күйде боласыз. Бірақ шындық сіздің жағыңызда, қолдау сіздің жағыңызда болады. Сізді қолдайтын адамдар табыла кететін
сол жағдайда әділдік сіздің жағыңызда болады. Егер бір өзіңіздің бір қызығушылығыңыз үшін қорғаныс күйде болатын болсаңыз, соны шешіп алу үшін. Аптаның басында сізге анықталған шаруа аяқталады, соңына жетеді. Анық болған шаруа. Кейде анықтағаныңызға бола, нүкте қоясыз, қош айтасыз бір жағдайға. Шешім тапқаныңызға бола. Бір жағдайды анықтап алу үшін ғаламторда көп уақыт өткізетін, шешімін іздестіретін күйде боласыздар. Шетелмен байланысты бір жағдайды шешу керек болады кейде, шешімін табу керек. Енді жазғы демалысқа қатысты бір құжаттарды реттейтін, шетелге жол жүру үшін. Немесе бір аяқталған жағдайға қатысты шешімін көресіз. Осыған дейін көрмеген бір шешімін. Ғаламтормен байланысты бір шаруаны атқарған болсаңыз, соның бір жағына шығасыз. Өзіңіз бір қызметтестермен бірге көңіл көтеретін, бір қоғамдық орындарға баратын жағдай болады. Аяқталған арақатынасқа қатысты бір басын ашып алу керек болады. Бір құжаттармен байланысты шаруаны аяқтау керек болады кейде. Аяқтайсыз. Концертке баратын, қоғамдық орындарға баратын кейде болады кейбір жиындар. Аптаның ортасында үлкен бір олжаға ие болады кейбір жиындар. Үлкен олжамен байланысты мәселеңіз оңынан шешіледі. Ақшамен байланысты мәселе. Ұтысқа ие боласыздар кейде. Кейде бір әйел адамнан олжаға ие боласыз, сыйлыққа ие боласыз. Немесе бір өзіңіздің қалауыңызға, жаныңыздың қалауына бір шығын шығаратын жағдай болады. Ақшамен байланысты, кредитпен байланысты бір мәселе оңынан шешіледі. Егер күтіп отырған болсаңыз, қарыздармен байланысты бір өзіңіздің қалаған жағдайыңыз, қалаған бағада болғанына куә боласыз. Бір өзіңізге қолайлы сделка жасайсыз, келісім. Кейбір жайындар нәтижесін кейін беретін бизнеске жол саласыздар. Өзіңізге бір серіктес адам табылады кейде. Әйел адам көмектеседі. Егер сол бір қарыз, кредит, немесе ақшамен байланысты қандайда бір мәселе уайымдатқан болса, сол қорғаныс күй аптаға әсер беретін. Соны аптаның ортасында шешіледі оңынан. Аптаның соңында бойыңызды бір күш билеген, құлшыныс артқан күйде боласыз. Біреуге кеткен есеңізді қайтаратын, тепе-теңдік орнататын, бір қажет уақытта керек көмекке ие болатын күйде боласыз. Кезінде біреуге жасаған жақсылығыңыз қайтатын. Денсаулықпен байланысты бір күйіңіз жақсарады. Бір жаңа мақсат пайда болады алдыңызда, жаңа қызығушылық. Бір үлкен құлшыныспен бір артта қалған жағдайды жақсартасыз. Алдынан бері мазалап келе жатқан жағдайды. Кейде жаңа іске деген қызығушылық пайда болады. Бір затты айырбастайтын. Кейде қарыздарыңыз қайтады. Біреуге берген қарыздарыңыз, біреуге жасаған жақсылықтарыңыз. Өзіңіз біреуге қарыздарыңызды қайтара алатын мүмкіндік пайда болады. Енді кейбір жайындар жоспарлаған болсаңыздар, жоспарда бар болса, сәбимен байланысты жақсы жаңалық естуіңіз мүмкін. Бір жақсы жолы, тәсілі, амалы табылған жайында жаңалық естисіз кейде. Сондай жағдай мазалаған болса, сізге бір маңызы болса. Кеңес аптаға деген осы апта барысында сезімталдығыңыз қажет мөлшерден жоғары деңгейде болады. Сондықтан ұрыс керіс болатын, пікірталас болатын жерлерден бойыңызды аулақ салуға шақырады. Жанға бір жақын алатын шаруалардан, жағдайлардан, химиялық заттарға келгенде мөлшерін байқап қолдануға шақырады. Дәрі қабылдайтын болсаңыз, мөлшерін байқауға шақырады. Тосын аптаға деген бір тазалық, аңқаулық, бір адалдық, жанның тазалығы, сондай бір жағдайға куә боласыз. Баламен байланысты. Кейде бір баламен ер адам қонаққа келеді. Немесе бір таныс ер адамның баласына қатысты жаңалық естисіз. Ер адамнан бір сондай таза ниетіне куә боласыз. Туысыңыз, досыңыз, жарыңыз, кейбіреудікі жұбыңыз. Кейде жағдай азаяды, кішірейеді, бір проблема кішірейеді.
өзіңізді мазалаған проблеманың күші кішірейеді. Шаяндарым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Арыстан жұлдызындағы көрермендеріме мамыр айының 19 мен 25 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Тосын сый аптаға деген. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай. Балалармен байланысты бір қуанышты жағдай болады, балалар бар арыстандарымда. Кейде бірнеше арман немесе бірнеше мақсат бірден орындалғанын қалайтын күйде боласыз. Алдыңызға сол осы апта барысында қоятын. Актерлық бір қасиетіңізді қолданатын. Кейде бір мейрамға көңіл бөлесіз, мейрам ұйымдастыруға, бір қуанышты отырыс ұйымдастыруға, кешкі отырыс дастархан басында бір жақындарыңызбен кездесуге, сәбимен байланысты бір жаңалық аласыз, бір сәбимен байланысты қуанышты жағдай болады. Енді кейбіреулеріңізде бір кішігірім армандарыңыз орындалады. Бір көбінесе өзіңізді қуантатын жаңалық естисіз. Немесе бір жаныңызға жағымды қызығушылық пайда болады. Кейде бір сондай көп ештеңені ойламайтын, сондай бір енді жасына қарай өте жеңіл күйдегі жас бала өте бір қуанышты күймен сізбен келіп араласатын, үйіңізге қонаққа келуі мүмкін, бойжеткен немесе таныстық сондай адаммен бірге бір істі атқаруға тура келетін жағдай болады. Бірақ сондай өте мінезі сондай бір жеңіл, қуанышты күйдегі адаммен кездесу болады кейде. Бір творчестволық іске көңіл бөлесіздер, шаруаға. Кейде бір махаббатпен байланысты жаңа қызығушылық пайда болады. Махаббатпен байланысты кездесулер, енді басы бос арыстандарымда. Өзіңізді қуандыратын бір сондай жаңалық. Жаныңызға жағымды жаңалық. Үйлену тойына қатысты жаңалық естуіңіз мүмкін. Аптаның басында арада бір өкпе болған, әйел адаммен байланысты жағдайға қатысты жаңалық естисіз. Өте сондай бір мықты қарсылас әйел адам. Бетке айтып салатын ойын. Кейде бір сырттан көмекке ие боласыз. Бір проблеманы шешу керек болған жерде. Өте сондай шыншыл, бір өзіңізге ұнамайтын, бірақ шыншыл адаммен байланысты бір өкпе бар болған болса, соны жөндеуге келгенде сол жағдайдан бас тартатын күйде боласыз. Өкпеге қарай бір жөндеуді қаламайтын күйде. Сол кейде бір өзіңізді уайымдатқан мәселеде әйел адамның ақылы көмектеседі, қолдауы көмектеседі. Маман адамның көмегіне жүгінесіз. Бір мамандығы иесіне, нақты бір саладағы, қызмет орындағы. Сіздің бір жан күйзелісіңізді психолог маманға жүгіну арқылы бір шешетін күйде болады кейбір арыстандарым. Дәрігердің көмегіне енді жазылған болсаңыздар, осы аптаға жазылып қойған, сол жоспар бойынша қаралатын күйде боласыз. Бір келіспеушілікті басқа адам шешеді. Сіздің біреумен арадағы келіспеушілігіңізді кейде. Аптаның ортасында бір адам келеді үйлеріңізге қонаққа. Немесе бір мекемеден мамандығы иесі. Немесе өздеріңіз жолға шығасыздар. Қыдыратын, демалыс, бір көңілге жағымды жолға шығатын себеп болады. Себеппен байланысты бір өзіңіздің қалаған қонаққа баратын себеп кейде. Үйіңізде қонақ күтетін бір адам келгеніне бола. Көңілге бір отырыс, сол аптаға әсер беретін жағдай. Кейде бір жеңіске жетіп, жаныңыз жай тапқандай күйде сезінесіз өзіңізді. Өзіңіздің бір жаныңыз қалаған жағдайды орындайсыз аптаның ортасында, қолыңыз жетеді. Осыған дейін бір қадам жасауға батылдығыңыз бармай жүрген жағдайды кейде. Өзіңіздің жаныңыздың қалауына ерік беретін күйде боласыз. Бір экзаменнен сәтті өткеніңізге бола, емтиханды той тойлайтын
күйде болады кейбір арыстандарым. Балаларыңызбен байланысты той тойлайтын. Бір жерге барып, сол шаруаны сәтімен шешесіз, жеңіспен. Аптаның соңында асығыстық танытасыздар. Бір қорғаныс күйде болатын. Біреумен араны шешіп алу керек болған жерде. Бір артта қалдырған жағдайға қатысты асығыстық танытуға тура келеді, немесе өзіңізді қорғаныс күйде сезінетін. Біреуді сынға алатын, бір сын айтатын біреуге қатысты. Бір жағымсыз сөздер айтуға, сол баға беруге, өзіңізге жол беретін күйде боласыз. Артта қалған жағдайға қатысты. Алдыңғы апталарда болған бір жағдайға қатысты. Кейде бір сол жағдай уақытылы жүзеге аспағанына бола өзіңізді қызықтырған бір шаруа. Назалану арқылы бір қорғаныс күймен асығыстық танытасыз. Өзіңіздің жағдайыңызды қорғап алу үшін жаңаға қарай бір бет алатын күйде. Жаңа мақсатқа, бір жаңа жұмыс орнын айырбастау керек болғандығына бола. Жұмыс орнында бір қызмет орнынан басқа қызмет орнына ауысқаныңызға бола. Асығыстық танытатын бір. Өзіңіздің жағдайыңызды қорғап алуға, сізге қажет деген мәселелерді тез арада шешіп алуға үлгеру керек болады. Кеңес аптаға деген. Сол бір мәселеге қызығушылығыңыз жоғалғанына бола. Асығыстық танытасыз. Жаңаға қарай, жаңа қызығушылыққа бет алатын, жаңа мақсат пайда болғанына бола. Орындалмаған жағдайды кейінге сыра тұрасыз. Кеңес осы апта барысында өзгелер жайында да, өзіңіз жайында да жаман ойламауға шақырады. Жаныңыздың күйін жарыққа қарай, жанашырлыққа қарай, сүйіспеншілікке қарай бағыттауға, бейімдеуге. Сіздің жақсы ниетіңізді жан-жағыңыз сіз айтпасаңыз да сезетінін. Егер ішіңізде ойыңыз жаман болып, сөзіңіз жақсы болса, оны да адамдар жан-жақ сезетінін еске салады кеңес. Сондықтан адамдардың сізге деген көзқарасы сіз қалаған жаққа қарай өзгеру үшін, сіз олар жайындағы ойыңызды өзгерту керек екенін еске салады. Тосын аптаға деген. Әсіресе біреумен егер араңызда бір араздық, түсініспестіктер болып жүрген болса, сол жағдайда ойыңызды өзгертуге, көзқарасыңызды өзгертуге шақырады. Аптаға деген тосын сыйда осы аптада бір өзіңізге бір постоянный доход, бір тұрақты табыс көзін табасыз, немесе табысыңыз тұрақталады. Табысыңыздың мөлшері сізге ұнайтын жаққа қарай өзгереді, жоғарылайды. Кейбіреулеріңізде ақшамен байланысты бір жол табасыз, мүмкіндік келеді, сыйлыққа ие боласыз. Ақшалай сыйлыққа көбінесе. Немесе сол ақшада бір жолыңыз болады, ақшаға қатысты мәселеде. Жағдайыңызда өсіп өрбейтін, өзіңізді қуандыратын бір өркендейтін жағдай, кейде бір байлыққа жол салатын, бір жаныңыздың деңгейі жоғарылайтын, сол арқылы материалды жағдайыңыз жақсаратын күйде боласыз. Жаныңыздың деңгейі жоғарылауына жол салатын. Кейде өзіңізге бір табыс көзін, табыс әкелетін, қосымша табыс әкелетін табыс көзін қолға аласыздар. Балалармен байланысты бір жақсы жаңалық болады. Ақшамен байланысты жақсы жаңалық. Егер балаларыңызды бір ақылы оқу орнына түсіруге көздеген болсаңыздар, сол тегін оқуға емтиханы сізге бір жағымды нәтижемен өткеніне қуанатын күйде болады кейбір арыстандарым. Немесе апта барысында бір өзіңізге бір аямайтын, өзіңізді бір шектемейтін шығындармен байланысты мүмкіндік келеді. Арыстандарым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Бикеш жұлдызындағы көрермендеріме мамыр айының 19 мен 25 аралығына арнайы болжау. Әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар. Тосын сый аптаға. Кеңес аптаға деген. Әсер беретін жағдай, жұмыс орнынан бір адам келеді сізге, бір нақты қызмет орнынан хабарласады, немесе жұмыс орнынан хабар күтіп отырған болсаңыз, сол
жаңалыққа ие боласыз. Шақыруға, өзіңіз сондай бір жұмыс орындарына резюме жіберетін күйде боласыздар. Кейде бір жаңа жұмыс бастағалы жатқан болсаңыз, соған қатысты бір орын іздейтін күйде боласыздар. Жақындарыңызбен бірге бір істі немесе қызметтестермен бірге сәтті аяқтайсыздар, нәтижесіне ие боласыз. Кейде жұмыста бір премияға ие болатын, мақтауға ие болатын, сізді бір басшыларыңыз мысалға келтіріп мақтайтын деңгейге жетесіз, сондай күйге ие боласыз. Үш мәселені шешу керек болады. Үйдің бір шаруасын сәтті аяқтайсыз, балаларыңызбен, жаншарыңызбен бірге күш салып. Ақшамен байланысты бір тапсырысты сәтті аяқтайсыз. Аптаның басында ойланатын күйде боласыздар. Бір мәселенің шешімін ой елегінен өткізетін, жаныңыз бір жалғыздықты қалаған, өміріңізді ой елегінен өткізген, сол ойланған жағдайда оңай жолын табасыз, оңай жолын пайдалану арқылы шешесіз. Кейде бір біліммен байланысты жағдайда өтірікке жүгінесіз, қулыққа, оңай амал тәсілдерге, шешіміне ие болу үшін, өзіңізге қажет бір нәтижеге ие болу, қол жеткізу үшін. Білім көзінде кейбіреулеріңіз бір қарт адаммен байланысты шаруада өтірік айтуға, бірдеңені жасыруға тура келеді кейде. Сол қарт адамнан бір жағдайды жасыруға. Аптаның ортасында өте сезімтал әйел адаммен кездесесіз. Сондай бір сезімтал әйел адамның уайымына қол ұшын беретін, қолдау көрсететін күйде болады кейбір бикештерім. Кейде өзіңіз сондай бір жаман түс көргеніңізге бола, біраз қобалжитын, сенімсіздік мазалайтын бір әйелге бола, анаңыз болуы мүмкін, басқа бір әйел адам, құрбыңыз, сенімсіздік мазалайтын бір уайым мазалайтын күй болады кейде. Кейде бір өкініш мазалайтын. Бір жаңадан танысқан әйел адаммен байланысты, енді ер бикештерімде, басы бос бикештерімде. Кейде менің әйелім бар, күйеуім бар деп жатады, басы бос, енді әркім өз жағдайына қарай қабылдау керек деп ойлаймын. Басы бос жандарымда сол жаңа бір өзіңізге ұнайтын, өте сезімтал, нәзік, жаны нәзік әйел адаммен танысқаныңызға бола, сенімсіздік мазалауы мүмкін. Өзіңізді жақсы жағынан көрсете аламын ба, ұнаймын ба, арамызды ары қарай жалғастырған қаншалықты дұрыс болады деген. Көбінекей бір сенімсіздік мазалаған өте эмоционалды күймен, сезіммен қабылдайсыз. Сол жұмыс орнынан бір жаңалық келген не бола, сенімсіздік мазалауы мүмкін. Барған дұрыс па деген, ұсынысты алған дұрыс па деген. Бір егер сондай орын іздеп жүрген болсаңыз, аптаның соңында тойға қатысасыздар, бір жиынға шақырып аласыз. Немесе үй сатып алу керек болған жерде үнемділікке басымдылық бересіз. Өзіңізге ұнағанмен, енді өзіңізге бағасы қолайлының арасынан бағасы қолайлыны, арзанға басымдылық бересіз. Бір зат алған жерде де, шығын шығарған жерде де сапасынан гөрі бағасына басымдылық беретін, таңдау жасайтын. Білім көзінде өзіңізге бір ұнап тұрған, білім көзіне емес, қалап тұрған, енді төлем ақысы азырағына қарай таңдау жасауыңыз мүмкін, егер сондай білім орнын таңдап жатқан болсаңыз. Туыстарыңызбен байланысты шығын шығаратын жерде сондай үнемділікке басымдылық бересіз. Ертеңді ойлайтын күйге. Үйіңізге қатысты ремонт жасаған жерде үнемшілдік болады, қасиетіңіз артады. Кейде үймен байланысты ипотеканы, құжаттарды дайындайтын немесе депозитқа ақша салуды, құюды шешім қабылдайтын, мақсат қылып өзіңізге қоятын. Үйге қатысты ақша жинауды. Кейде бір қарт адаммен байланысты шығын шығару керек болған жерде өте сондай, кейде сараңдыққа, бір шығын шығаруға келген жерде өте сондай үнемшілдік шектен тыс басым болуы мүмкін. Үйге бір зат алуға келгенде көбінде. Кеңес аптаға деген осы апта барысында сондай-ақ үйден отырып жұмыс атқару керек болған жағдайда еңбек ақысы ұнамауы мүмкін сізге, табысы. Отбасымен байланысты арадағы бір келіспеушіліктерде, бір жағдайдың маңайына шырмалып қалған күйде сезінесіз өзіңізді кейде. Соны шешіп, сол жағдайдан шығып кетуге келген жерде, сол бір жағдайда айланып жүгіре берген, бір жағдай қайталана бергендей күйде сезінесіз. Бірақ сол күй өзіңізге қолайлы болады.
содан өзіңіз шыққыңыз келмейтін күйде боласыз. Отбасымен, бір туғандармен ара қатынаста, немесе үйіңізді сату керек болған ұнамайтын үйде тұрып, бірақ сатуға қимайтын, көшуге қимайтын, орынды ауыстыруға қимайтын, бір тұрақты болып қалған әдетті қимайтын, жұмыс орнын айырбастауға қимайтын, сондай ұнамаса да сол жерге, сол өзіңізге ұнамайтын бір жағдай қайталана бергені өзіңізге үйреншікті болып қалған күй болады кейде. Бірақ көбінесе енді өзіңізді қуандыратын бір жерге шақыру, немесе үйіңізде сондай бір той, жиын, отырыс болады. Қарт адам қонаққа келуі мүмкін. Кішігірім бір сыйлық әкелетін, жақсылық әкелетін, енді қолындағы барын. Кеңес аптаға деген осы апта барысында жағдай енді ғана басталды. Сабырлыққа, шыдамдылыққа, төзімділікке басымдылық беріп, қол сілтеуге асықпаңыз. Бір жағдайдың нәтижесі сізге ұнамаса, бірден теріс айналуға, еңсеңізді түсіруге өзіңізге жол бермеңіз. Қай мәселеде болса да, оқуға қатысты ма, бір адаммен ара қатынасқа қатысты ма, ішкі бір сенімсіздікке қатысты ма, қолға алған істе ма, бір үймен байланысты бір мазалаған мәселеде ма, әркімде әртүрлі. Қалай болғанда сенімсіздікті өрбуіне жол бермеңіз, өзіңізді бір тайдыруына жол бермеуге шақырады. Тосынсый аптаға деген осы апта барысында міне аптаның соңындағы жағдай осы тосынсыйға қаратылып айтылған болуы мүмкін. Бір үйіңіздегі мәселені аз шығынмен жөндетуге тырысасыз. Оңай жолымен сол шаруаны шешуге. Кейбіреулеріңізде кейде бір телефонмен байланысты, енді соны жөндету керек болады кейде. Жаңалық алатын жағдай болады. Бір адамдарға қатысты жаңалық естисіз кейде. Бір екі жұптың арасына қатысты, ерлі зайыпты адамдарға қатысты жаңалық естуіңіз мүмкін апта барысында. Солардың бір ара қатынасына қатысты. Өзіңізге, үйіңізге бір сол көмектесетін адам сізге, сіз ақша шығын шығарып реттеу керек болып отырған шаруаны, немесе жұмыс орныңызға бір жанашыр адам келіп реттеп беруі мүмкін апта барысында. Бір проблемаңызды шешетін көмек қолы, немесе қажет бір жаңалық келеді. Бір қиындықпен қоштасуға көмектесетін. Бикештерім, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Таразы жұлдызындағы көрермендеріме мамыр айының 19 мен 25 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Тосынсый аптаға деген. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай. Өзіңізді таң қалдыратын жағдай болады, күтпеген жағдай. Дайын болмаған жағдай кейде. Кейде бір үйдегі зат уақытша істен шығып қалуы мүмкін. Электр қуаты уақытша сөніп қалатын, немесе ауа райы аяқ асты өзгергенін көрсетеді. Бір үлкен жермен байланысты, үлкен жағдаймен байланысты өзгерісті естуіңіз мүмкін, өзіңізді таң қалдыратын. Қалай болғанда бір таң қалдыратын жағдай болады, күтпеген. Уақытша жағдай көбіне. Атаның басында бір өзіңіз қаламаған, істегіңіз келмеген, бір таңдағыңыз келмеген жолды таңдайтын. Сол өзіңізді бір мәжбүрлеп, біреумен араластыруға, өзіңізді араласыңыз келмеген адаммен араласуға, сөйлескіңіз келмеген, барғыңыз келмеген жерге баруға. Енді әркімде әртүрлі. Бір қаламаған қадамды жасайсыз кейде, өзіңіздің қалауыңызға қарсы. Жан-жағыңыздағы өзіңізге бір жақын, қымбат адамдардың пайдасына бола, немесе өзіңіздің ертеңіңіз үшін, бір мақсатыңыз үшін, жүзеге асу үшін, сол бір қалауыңызға қарсы қадамдар, таңдаулар жасайсыз. Кейде өзіңізді бір сенімсіздік мазалайды. Бір уайымға бола, сенімсіздік. Бір кедергі пайда болғанда бола, кейде уайым мазалайды. Бір жақындарыңыздың, жан-жағыңыздың түсіністігіне, сізге деген бір жанашырлығына бір мұқтаж күй пайда болуы мүмкін. Бір нақты мәселеде кедергі пайда болғанда бола. Бір жерге жолға шығу керек болып, бірақ сол құжаттармен байланысты кедергіге бола кейде.
кейде бір ішкі сенімсіздік комплекстермен байланысты күйіңізге бола, уақытша бір психологиялық күйіңізге бола. Аптаның ортасында сіз бір сыртынан бақылап кіріспей отырған жерде күтуге тура келеді. Ақша шығарып, немесе уақыт жұмсап, немесе күш салып күтіп отырған жағдайда. Сол күтіп отыратын, жоспарлаған шаруада, жолға шығу керек болған шаруада күтуге тура келеді, аяқ асты өзгеріске бола. Бір жаңалық алғаныңызға бола. Кейде бір сол аяқ асты өзгеріс болғанына бола, сол жағдайдың барысын күтесіз сыртынан бақылап, қалай болар екен деп. Өзі шешілгенін күтетін. Ары қарайғы бір нәтижесін күтетін қадамдар жасау үшін аяқ асты бір өзгеріске бола, жаңалық алғаныңызға бола, таңғалар жаңалық естігеніңізге бола, жоспарды өзгертетін, немесе екі зат, екі жолдың арасында таңдау жасайтын күйде боласыз кейде. Таңдау жасау керек болған жерде сол күтуге тура келеді. Жоспарлаған жерде. Аптаның соңында бір ойланбай бір қылықтарға, балалық қылықтарға жол бересіз. Балалық шешімдерге, өзіңіздің бір қызығушылығыңызға кейде ерік беретін күйде боласыз. Бір ғаламтор арқылы пікірталасқа көңіл бөлетін, немесе жақындарыңызбен арада бір сөзге байланысты көңіл бөлетін. Кейде жаңа бір қызығушылық пайда болады. Затқа деген, мақсатқа деген, жоспарға деген, бір жобаға деген. Баламен байланысты бір таңдаулар жасайсыз, балаңыздың оқуына қатысты, балаңыздың енді қажет бір заттарына қатысты. Кейде бір жаңадан қолға алып бастаған, қадам жасаған шаруада сол таңдаулар жасайтын, ойланатын, соны талқылайтын, бір басқалардың пікірін қарастыратын, елден бір сол пікірлерін оқитын, білетін, тыңдайтын, мәліметтер жинайтын күйде боласыз. Ойланбай бір көп сөзге, өсекке мән беретін, сол елмен бір жағдайды талқылайтын күйге көңіл бөлетін, уақыт бөлетін күйде боласыздар кейде. Көбінекей бір қызығушылыққа, қиял арманға, немесе бір жаңа қызығушылық мақсатқа, бір затты сатып алуға деген қызығушылық пайда болады. Қазіргі жағдайыңызға қатысы жоқ, бір ертеңге деп ойлап, сол шығын шығаруға деген қызығушылық пайда болады. Шынайы жағдайға қатысы жоқ, бір жоспар жобаны қолға алып қадам жасауыңыз мүмкін, соған қатысты. Кеңес аптаға деген. Осы апта барысында уайымдамаңыз, уайымдаудың қажеті жоқ. Жағдай шешіледі. Сізді бір мазалаған шаруа, барлығы сізге бірден ұнамаса да, жолы көрінбесе де, ең сізге қолайлы жолмен шешіледі деп еске салады кеңес. Ең сізге бір пайдасын әкелетін жолмен. Ол ақылмен пайда келе ме? Басқа бір кейде сол бір мәселені шешіп беруге көмектескен адаммен достық қарым-қатынасын нығаяды, түсіністік артады. Немесе сол жағдайды шешуге деп қолданған өзіңіздің тәсілдеріңіз өзіңізге кейінірек сабақ ретінде керек болады. Басқа жағдайда ойланбай сол тәсілді қолдануға тәжірибеңіз болады. Немесе сол бір мазалаған шаруадан өзіңізге қажет тәжірибе, сабақ алатын, сондай күйді көрсетеді. Ертең пайдасымен қайтатынын. Немесе ол қатты бір қобалжуға, өзіңізге уайымдауға жол бермей-ақ, егер бір мазалаған шаруа болса, апта барысында өзі-ақ шешіліп кетеді. Адамдар табыла кетеді, сәті бұйыра кетеді. Соны еске салады кеңес. Тосынсый аптаға деген. Немесе сол жағдай өзі шешіліп кетеді деп көрсетеді кейде. Бір мазалаған жағдай. Тосынсыйда сол апта барысында бір зат уақытша істен шығып қалуы мүмкін. Кейде бір ғаламтор уақытша қалыпты жағдайдан артығырақ бір көрсетпейтін, тоқтап тұратын ауа райына қатысты жағдай болуы мүмкін. Немесе үйдегі бір сумен байланысты. Егер кейінге шегеріп бір мән бермей жүрген шаруа бар болса, соған көңіл бөлетін. Кейде өзі жөнделіп кететін, өзі шешіліп кететін жағдай болады. Көбінекей сол бір мазалаған шаруаны осыған дейін кейінге шегеріп жүрген өзіңіз шешесіз, шешімін табасыз. Бір маңызды шаруаны өзіңізді осыған дейін бір стресс күйге түсірген мәселені шешуге. Таразыларым, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Саршаян жұлдызындағы көрермендеріме мамыр айының 19 мен 25 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар. Тоғызыншы аптаға деген. Кеңес. Аптаға әсер беретін жағдай. Айырбас жасайсыз, бір зат. Көлік айырбастайтын. Кейде бірнеше істі бір уақытта үлгеріп реттеу керек болады. Асығыстық бір. Сәтімен аяқтайсыз сол жағдайларды. Өзіңізді бір тұрақсыз, сенімсіз күйде сезінуіңіз мүмкін. Нақты бір мәселенің шешіміне келгенде. Нақтылық болмағанына бола. Нақты бір мәселеде. Кейде бір ойынға ақша салуыңыз мүмкін. Бір жағдайға кіріспей сыртынан бақылайтын күйде боласыз. Аптаның басында жауапкершілікпен байланысты шаруада, мойныңызға алған жауапкершілікпен байланысты. Мекеменің алдында, отбасыңыздың алдында, өзіңіздің алдыңызда, әркім біреудің алдында. Бір арқалап жүрген жауапкершілік, кредитте, қарыз, басқа бір үлкен бір жауапкершілік кейде. Жауапкершілікте сенімсіздік мазалайды. Қорғаныс күй. Бір бұрын орын алған жағдайлар қайталана ма деген. Бір өзіңіз шынайы қазіргі жағдайға қатысы жоқ, бірақ сенімсіздік. Біреуден жамандық күтетін кейде. Бір басшыларыңыздың алдында бір істі қажет дәрежеде орындай алмаймын ба деген сенімсіздік мазалауы мүмкін. Немесе бір өзіңізге беделі бар адамнан өзіңізге бір жамандық күтетін күйде боласыз. Алдыңғы бір жағдайлар қайталана ма деген. Отбасылық жағдайда кейде бір қорғаныс күй. Бір көбінесе мекеме, заң орындарымен байланысты шаруада. Қорғаныс күймен сол алдын ала бір сақтануға тырысасыз. Құжаттарды алдын ала бір реттеп алатын. Сол тұрақсыздық, сенімсіздік пайда болғанына бола, мазалағанына бола. Бір мекемелерге баратын, шаруаны шешуге көңіл бөлетін кейде боласыздар. Немесе кейде қолыңызға бір билікке ие болғаныңызға бола, сізге бір өзіңізге беделі бар адам жұмыс тапсырғанына бола. Тапсырыс алғаныңызға бола маңызды. Немесе жұмыс орында бір қолыңызға билік тигеніне бола. Сізге бір басшыларыңыз істі тапсырғанына бола. Соны дұрыс орындай алмаймын ба деген қорқыныш болуы мүмкін. Басқару керек болған жерде жамандық күтетін жан жағыңыздан, өзіңізден. Аптаның ортасында таңдау жасау керек болады. Сол жауапкершілікпен байланысты мәселеде таңдау жасау керек болады. Екі ойлы күйде боласыз. Өте жауапты бір жағдайда. Таңдау жасау керек болған жерде, сол екі ойлы күйде болған. Жауапкершілік аласыз мойныңызға. Қадамға барасыз, бір жағына шығасыз, шешім қабылдайсыз. Кейде бір беделді адам көмектеседі. Өзіне сенімді адам, ер адам көбінесе. Кейбір саршаяндарымда жаңа таныстық болады, жаңа махаббат. Басы бос саршаяндарымда. Бір жауапкершілік аласыз өзіңіздің сол жан-жарыңыз үшін, жұбыңыз үшін. Қадамға бір шешім қабылдау керек болған шешімге барасыз. Осығандай бір кейінге шегеріп жүрген болсаңыздар, бас қосуды, отбасымен таныстыруды, бір маңызды жаққа қарай арақатынасты бұруды. Осы апта барысында сол шешім қабылдайтын. Келісім шартқа келгенде шешім қабылдайтын. Екі ойлы күйде шешім қабылдайсыз. Бір жағына ойыңызды шығарасыз. Аптаның соңында сенімсіздік мазалайды. Таңдау жасау керек болған жерде күдік мазалайды. Сол аптаның ортасындағы таңдауға қатысты дұрыс таңдау жасадым ба деген күдік мазалауы мүмкін. Екі ой, екі жол, екісінің арасынан, екі заттың арасынан кейде. Немесе бір өз ісіне маман адам көмектеседі. Сіздің сенімсіздігіңізге қатысты. Сізді мазалаған шаруаға. Немесе өзіңіз сондай бір оңай амал тәсілдерін оңай ойлап табатын, кедергіні оңай шешетін, сенім артады бойыңызда. Сол сенімсіздіктің шешімін табатын, сұрастырып білетін. Бір қызмет орнынан адам келетін, маман адам, мен араласатын. Кейде өзіңіздеріңіздің көбінесе ер туыс адам келеді.
үйіңізге. Кеңес аптаға деген осы апта барысында ағзаңызға да, ойыңызға да тазалық жүргізуге шақырады. Артық ойларды ысыруға, өзіңізге бір кедергі жасайтын ойларды өзіңізді мазалауына жол бермеуге, қажет ойлардан сізді айналдыруына, ойыңызды бөлуіне жол бермеуге артық ойлар. Және ағзаңызды тазартуға келгенде енді ең дұрысы сол табиғи жол салқын қайнаған су. Комнаталық температурадағы салқын су. Таңғы ас алдында бір кесе су ішіп жүрсеңіз, соңда үлкен көмегі бар екенін еске салады. Тосынсый аптаға деген бір жауапкершілік өзіңізге бір ауыр жүктей болып көрінетін күйде боласыз. Бір жауапкершілікті орындауға келгенде мына жағдайлар болуы мүмкін. Аптаның басы, аптаның ортасында. Немесе бір адаммен қарым-қатынас, немесе бір келісім шартқа отыру керек болған жерде, сол таңдау жасау керек болған жерде күдік мазалайды. Кейде отбасылық жағдаймен байланысты жауапкершілікте талқылау болады. Бір екі адамның арақатынасына қатысты көп әңгіме болады. Бір жұп сізге келіп әңгімелесетін жағдай болады. Екі адамның арақатынасына қатысты отбасыңызда талқылау болады кейде. Жауапкершілікпен байланысты жағдайды екі адаммен ортаға салып талқылайсыз. Отбасын құруға келген жерде, немесе бір қарым-қатынасты заңдастыруға келген жерде, келісім шартқа отыруға келген жерде күдік мазалағанына бола талқыға саласыз. Жан-жағыңыздан бір кеңес сұрайтын жағдай болуы мүмкін. Қандай да бір маңызды қадамға келгенде, көбінде. Сыршайындар апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Мерген жұлдызындағы көрермендеріме мамыр айының 19 мен 25 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар. Тосынсый аптаға деген. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай. Сізге бір мүмкіндік келеді. Құнын еселеп төлейтін, бірақ қазір сізге бір пайдаңызға, қызығушылығыңызға, бір қалауыңыз орындалуына, бір арманыңыз орындалуға мүмкіндік келеді кейде. Ұсыныс. Астары таза емес жолмен. Немесе құнын еселеп төлейтін жолмен нәтижесі. Сондай бір. Немесе бір көмек ұсынады. Соның орнына сізге сол құнын, енді бұлайша айтқанда жалпақ тілмен желкеңізден шығарып алатын. Егер сондай бір қызықты ойынға қатысу, ақша салу, бір кредит, оңай кредит алу, бір затты сатып алуға деген шектен тыс қызығушылық пайда болса, ұстамдылыққа жеңдіруге шақырады. Немесе апта барысында бір бойыңызға аяқасты бір келген қобалжуға бола, зиян әдеттерге өзіңізге жол беруіңіз мүмкін. Жол беруге деген қызығушылық пайда болуы мүмкін. Ондай жағдайда 5 минут, жарты сағат, 1 сағат, жарты күн кейде. Сол жағдай бойыңызды тастап кеткенге дейін өзіңізге ешқандай шешім қабылдауға жол бермей тұра тұрсаңыз, сол күй бойыңызды тастап кеткеннен кейін өзіңізге ұстамдылыққа жеңдіргеніңізге қуанатын күйде боласыз. Біреуге бір назалануға тұрмайтын жағдайға қатты назалануға жол беретін. Немесе бір уайымдауға тұрмайтын жағдайға бір қатты уайымдауға өзіңізге жол беретін. Кейін сол жағдай сондай бір әсермен қабылдауға тұрмағанын түсінетін күйде боласыз. Егер біреуге деген, бір адамға деген қатты қызығушылық пайда болса, енді ер мергендерімде басы бос. Енді басы бос емес болса да, тіпті басы бос емес болса, тіпті де нәзік жандарымда басы бос. Ер адамдарға деген бір, ер мергендерімде нәзік жандарға деген бір қызығушылық пайда болса, қадамдарға көшпей тұра тұруға шақырады, күте тұруға. 1 күн, 2 күн өзіңізге маза бере тұруға. Шама келсе 2 күн. Ешқандай қадамға көшпей, келісім шартқа отырмай, шешім қабылдамай тұра тұруға. Бір жерге қыдырып шығатын болсаңыз, кешкі уақытта, әсіресе кешкі уақытта, немесе той, отырыс, жиынға баратын болсаңыз, сол бір зиян әдеттерге байқап, мөлшерін байқауға шақырады, егер сондай қолданатын болсаңыз. Аптаның басында
бір мұқтаждық күйіңіз аяқталады. Жоқшылықпен байланысты, кейде бір жетіспеушілікпен, қажет сума жетіспегеніне қатысты, бір қажет затыңызға деген өзгеріс болады. Соған қатысты жолға шығасыз кейде. Көшіп қонатын күйде боласыз. Аяқ асты бір көшу керек болады. Енді тұрып жатқан, егер арендаға алған жалдамалы үйде тұрсаңыз, сол аяқ асты көшу керек болады кейде. Кейде жақындарыңыздың бір көңіліне мұқтаж күйіңіз аяқталады. Уақыты келгенне бола бір ақшамен байланысты, қарызбен байланысты жағдай аяқталады. Жанның бір күйзелісімен байланысты жағдай. Аптаның ортасында көп адамдармен араласатын күйде боласыз. Кейде бір әдетіңіз, күн тәртібіңіз өзгереді. Бір жаңалық аласыз, бір жағдайға деген көзқарасыңыз өзгереді. Жаңа бір қызығушылыққа деген қатысты, жаңа мақсатқа қатысты жағдайға басқа жағынан көретін күйде боласыз. Соған бола бір шектен тыс қобалжу болуы мүмкін. Оқу орнымен байланысты. Бір өзіңізге ұнамайтын нәтижені алғаныңызға бола, өзіңізге бір қобалжуға жол беретін күйде болуыңыз мүмкін. Кейде біреумен қарым-қатынаста бір араны шешіп алуға деген, байыбына барып алмай артық сөздер айтуға деген өзіңізге жол беруіңіз мүмкін. Оның бәрін енді мен қорқыту үшін, сізді алдын ала бір еңсеңізді түсіру үшін айтқаным емес, болжауды сол алдын ала айтатыным, сол жағдайлар болғанда осы кеңестерге құлақ асуға дайын болсын деген жағдай. Кейде үш мәселені шешесіз. Енді кейбіреулеріңізге бір үлкен олжамен байланысты, үлкен бір пайдамен байланысты сұранысы кейін болатын, бірақ қазір бір қатты бір үлкен жолдарыңыз болатын жағдай болады. Үш мәселені шешуге мүмкіндік келеді, өзіңізді уайымдатқан бір үш шаруаны, үш проблеманы. Өзіңізді уайымдатып жүрген мақсатта бір оңай жолын, заңсыз жолын таңдауға мүмкіндік келеді кейде. Алған жаңалықпен байланысты, алдыға қойған мақсатпен байланысты, күтіп отырған шаруада, баламен байланысты, оқумен байланысты, шетелдік жағдаймен байланысты шаруада кейде бір соны басқа жағынан көретін, көзқарасыңыз өзгеретін, таңғалатын күйде боласыз. Аптаның соңында бір адаммен кездесетін, танысатын, араға салып бір шаруаны өзіңізге маңызы бар талқылайтын, келісім шартқа отыратын күйде боласыз. Жаңа дос пайда болады, жаңа таныс. Бір өзіне сенімді адаммен, әйел адаммен, бір әйел адамға қатысты басқа бір адаммен талқылайсыз кейде. Өзіңізге өте сенімді күймен бір қарым-қатынаста ұтымды күймен шығасыз. Келісім шартқа келгенде өзіңізге ұтымды күймен шығасыз. Бір шешім қабылдайсыз, жауапкершілік алатын, жағдайды бір жағына шығаратын күйде боласыз. Бір қарым-қатынаста, ол достық қарым-қатынас болуы мүмкін, серіктестік, енді жұптағы қарым-қатынас әркімде әртүрлі. Кейде бір бәсекелестіктің бар екенін талқылайтын күйде боласыз. Келісім шартқа келгенде басқа бір бәсекелестік бар болуы мүмкін. Қарым-қатынасқа келгенде бәсекелестік үшінші жақтың бар болғанына қатысты талқылайтын күйде. Қызғаныш бір күй мазалауы мүмкін. Бірақ өзіңізге сенімді, сол бір жағына шығуға шешім қабылдайтын, ұтымды күйде шығатын жағдайда боласыз. Өзіңізге сенімді күймен жаңа жұмыс орнына келісім шартқа отыратын, жаңа оқу орнына келісім шартқа отыратын. Немесе ұсыныс жасайтын, өзіңізге ұнайтын адамға бір жағдайды бір жағына шығарасыз. Бір жаңа махаббат пайда болуы мүмкін. Шектен тыс сол қызығушылық, аптаның соңында кездесу. Басында өзіңізге ұнамайтын адаммен ара-қатынасыңыз жақсаратын. Ол жай таныс, дос, жаңадан пайда болған. Жұп, басы бос мергендерінде кеңес аптаға деген. Өзіңізді де өзгенде орын алып жатқан жағдайларды да ештеңеге қарамастан жақсы көріп қабылдауға шақырады. Әрбір сынақты жақсы көрумен қабылдауға, сіздің пайдаңызға келгенін естен шығармауға. Егер бір жағдайда жолыңыз болмай тұрса, сіз қалағандай болмай жатса, демек солай болғаны сізге ең дұрыс екенін дәл қазір жаныңызға жағымсыз назалықпен қабылдасаңыз да, кейін қуанатыныңызды, сол жағдай сіз сол қалағандай орындалмағанына кейін қуанатыныңызды еске салады кеңес. Бір жағдай апта барысында сіз қалағандай болмай жатса, назалануға жол бермеуге шақырады.
қазір түсініксіз болса да сол кейін түсінетініңізді, сол жағдай солай болмағаны дұрыс болғанын, одан да өзіңізге дұрыс жағдай болғанына қуанатын күйде боласыз кейін. Соны еске салады. Тосын сый аптаға деген бір алған беттен қайтпайтын күйде боласыз. Бір жағдайда ешкімді естігіңіз келмейтін, жағдайға дұрыс баға бергіңіз келмейтін, жан жақты көргіңіз келмейтін, кең қабылдағыңыз келмейтін, бір қызығушылығыңызға қол жеткізу үшін бәріне баруға дайын бір күй пайда болуы мүмкін. Шектен тыс бір қызығушылық. Оқу орнына деген, жұмыс орнына деген, басқа бір жағдайға деген, адамға деген, бір мақсатқа, затқа деген. Бір кейде өзіңізге деген бір өте сондай бір қарқынды күшпен қолдауға ие боласыз. Сіздің бір қалауыңызды қолдауға деген. Бірақ сондай өте беделді адамнан бір қолдауға ие болып тұрсаңыз, бір енді әсіресе нәзік жандарымда, ермергендерімде де, егер бір беделді адамның көмегіне сондай бір үлкен, әсіресе танымайтын, көп жақсы танымайтын адамның ойлануға шақырады. Қайтарымы сол алған көмегіңізден артық болуына, міндетке айлануына әбден мүмкін екенін еске салады. Басында қызықты болып көрінгенмен. Бір қалауға келгенде ақшамен сол таныстықты, бір дұрыс емес жолдарды қолдануға деген қызығушылық пайда болуы мүмкін. Бір қалауға қол жеткізуге келгенде. Немесе бір тұрақтанып қалған өмір салтын өзгертуге келгенде, өте сондай өзгеріс енгізуге деген күш салып кірісетін күйде болады кейбір мергендерім. Соның барлығын өзгертуге деген бір жағдай пайда болуы мүмкін. Үлкен бір маңызды өзгеріс өміріңізге енгізуге деген. Кейде енді сол өзіңіздің сондай бір тәуекелге бас тіккеніңіздің арқасында жағдайыңызды мүлдем қазіргі енді өзіңізге ұнамайтын жақтарын өзгертіп жіберуге деген сондай бір тағдырдан келетін мүмкіндік болады кейбір мергендерімде. Материалды жағдайыңызды мүлдем өзгертуге, немесе сол бір қалаған жағдайыңызды, жұмыс орныңызда кейде біреудің аяғынан шалып барып өзіңіздің қалауыңызға жетуге деген мүмкіндік келеді кейде. Мергендерім, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Тау ешкі жұлдызындағы көрермендеріме мамыр айының 19 мен 25 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар. Тосын сый аптаға деген. Кеңес аптаға деген. Әсер беретін жағдай, бір күйзеліс күйден босайсыз. Өзіңізді осыған дейін мазалаған бір жағдайдан құтыласыз. Бір кредиттен босауыңыз мүмкін. Бір ауыртпашылықтан, күйзеліс күйден арылатын. Бір қиындықтың аяқталғанына қуанатын. Жағдайыңыздағы бір үлкен өзгеріске. Кейде бір сотпен байланысты жағдай бар Тау ешкі жұлдызындағы көрермендерім болса араларыңызда. Сол мәселенің шешілгеніне, соның аяқталғанына қуанатын күйде боласыз. Бір кезең аяқталғанына қуанатын. Күйзеліс кезең аяқталғанына кейде. Өзіңізді уайымдатқан бір мәселеден босап шыққаныңызға. Аптаның басында көшіп қонатын күйде боласыздар. Бір жағдайды жіберуге деген дайын күйде боласыз, іштей. Бір уайымды артта қалдыруға, алдыға қарай бет алуға. Алдыңғы аптадан мазалап келе жатқан бір келіспеушіліктерді артта қалдыруға дайын күйде боласыз. Жолын тауып, ең қолайлы жолмен алдыға қарай қадамдайсыз. Сәтімен, бір бұйырады сәті, көшіп қонуға қатысты. Сәтімен бәрі шешілетін, бір жолы келетін, жұмыс орнын айырбастауға қатысты, бір ескіні жіберуге қатысты. Жолыңызда анықталады. Алдыға қарай жүрген не істеймін деп тұрған жағдайда бір анық көресіз, не істеу керек екенін. Немесе жолыңыз болады. Жолыңыз болғанына бола жолға шығасыз кейде. Бір күтіп отырған жағдайда. Туғандарыңыздың үйіне қонаққа баратын, жақсы жаңалық естігеніңізге бола қонаққа баратын. Өзгеріспен байланысты бір жағдайды, қиындықты жібергеніңізге бола
қуанасыз, ойыңыз анықталады. Атаң ортасында бір әйел адамның сізге деген қамқорлығына ие боласыз. Анаңыздың үйіне баратын, анаңыз үйіңізге қонаққа келетін, немесе бір жанашыр әйел адаммен кездесетін, соны қарсы алып алатын, сол адамнан жаңалық алатын, өзіңізге ұнайтын адаммен араласқаннан бір жақсы әсерде қалатын күйде боласыз. Кейде бір жоспар құратын, жоспарлаған шаруаның барысын күтетін, алыстан бір өзіңіздің әдемілігіңізге қатысты, үйіңіздің қажетіне қатысты, туғандарыңызға қатысты бір жаңалық алатын, немесе бір зат күтіп алатын күйде боласыздар. Жолыңыз болғанына бола, жоспар құратын, сол жолға шығатын, бизнеспен байланысты, басқа қалаға жол жүру керек, басқа елге жол жүру керек күйде боласыз. Кейде бір жол таңдайсыз, алғашқы қадамдарын жасайсыз, сол бір кірпішін қалайсыз, жемісін ертең беретін жағдайдың, немесе алдыдағы соның әкелер пайдасын бағалайтын күйде боласыз. Өте сондай есеппен, есептелген қадамдармен жоспарлаған, ойластырған жоспар бойынша алғашқы қадамдар болады. Кейде бір ұйымдастыруға қатысты сұрақтарды шешесіз. Өзіңіздің бір табыс көзіне келгенде көбінесе біреулермен қарым-қатынасқа қатысты бір араны шешіп алу керек болады, арадағы бір сұрақтарды. Бір адамдармен қарым-қатынасқа қатысты кездесулер, сол кездесулердегі алдыдағы сол жоспарларды талқылайтын, шешіп алатын, өзіңізге бір пайдасы бар таныстықтар болады кейде. Бір ісіңізді алдыға қадамдатуға көмегі бар. Көбінесе бір өзіңізге ұнайтын отбасыңыздағы адамнан кейде, немесе өзіңізге ұнайтын әйел адамнан соның өзін күтіп алатын, немесе жаңалық алатын жағдай болады. Тоқтап тұрған бір ісіңіз орнынан жылжиды сәтімен, өз жолымен, бір барлығы оңай болатын, сондай бір жоспар бойынша өз жолымен жүріп жататын күйде боласыз. Аптаның соңында қолыңызға олжа келеді, сыйлық келеді. Кейде бір жас бойжеткен қызбен байланысты мәселені шешу керек болады. Төлемақыға қатысты бір шаруаларды шешу керек болады. Сол қыз баладан, бойжеткен адамнан ақшалай көмекке ие болуыңыз мүмкін. Кейде бір төлемақылармен байланысты жолға шығып шешетін, немесе табысқа қол жеткізу үшін күш саласыз. Күш салып, жақсы бір нәтижеге қол жетеді. Төлемақысына ие боласыз. Үлкен бір олжа келеді кейде. Коммуналды қызмет ақыларын өтеуге жолға шығады кейбір тәуелсіздік жұлдызындағы көрермендер. Қалай болғанда бір ақшамен байланысты ісіңіз сәтімен шешіледі, немесе олжа келеді қолыңызға, сыйлық ретінде, немесе ақшалай бір атқарған ісіңіздің өтемақысына ие боласыз. Кеңес аптаға деген осы апта барысында өзіңізге мойындаңыз, нені жаныңыз қалайтынын, не қажет, не керек дегеннен басқа, жан-жағыңызға, балаларыңызға, жақындарыңызға, құрбыларыңыздың алдында көрінуге, басқа бір басшыларыңыздың алдындағы талаптарына сай болуға, соның бәрінен бөлек жаныңыз нені қалайтынына арасында өзіңізді естуге. Өзіңіздің қалауларыңыз көбінесе талаптармен байланысты болып, ал жаныңыздың шынайы не қалайтыны мүлдем басқа болады кейде. Соны арасында бір өзіңізді еркелетуге мүмкіндік бар болса, жағдайыңыз сондай мүмкіндік берсе, сол өзіңізге сондай арасында жол беру керек екенін еске салады кеңес. Тоғызыншы аптаға деген бір маңызды өзгерістер тағдырда, немесе өміріңізде сәби дүниеге келумен байланысты кейде. Бір ер адамнан хат хабар алатын жағдай болады, жаңалық алатын. Ер адам бір жаңалық әкеледі кейде. Немесе отбасылық бір міндеттерді атқару керек болады. Балалармен байланысты міндеттер кейде. Кейде тойға қатысты шешім қабылдайсыз. Туғандарыңыз, өзіңізге маңызы бар адамдар тойға қатысты бір шешім қабылдаған жайында жаңалық естисіз. Кейде бір тұрақтанып қалған қарым-қатынаста бір адаммен арадағы өзгеріс болады, қарым-қатынастарыңыз өзгереді. Көп жыл бірге тұрған жан-жарыңызбен қарым-қатынас жаңарады кейде.
сезімдеріңіз жаңарады. Сол жаңаруына бір себеп пайда болады. Өзіңізді таңғалдыратын бір қасиеттерін байқайсыз кейде, өзгерістерін. Соған бола сіздің де бір көзқарасыңыз өзгереді. Бір ер адаммен ара қатынасыңыз жақсарады. Ол досыңыз болуы да мүмкін, туысыңыз. Енді Ертай әуешкі жұлдызындағы көрермендерімде нәзік жандарымда сол жарыңызбен, жігітіңізбен, серіктес адаммен, досыңызбен тағы да аға інілеріңізбен кейде бір қарым-қатынас жақсарады, жаңарады. Ер адамға қатысты бір жаңалық естисіз, көбінесе жақсы жаңалық. Қалай болғанда бір жағдай жақсаруына қатысты өзгеріс болады. Кейде бір жаңалық алғаныңызға бола жауапкершілік аласыз мойныңызға, немесе жауапкершілікті орындау керек болады, атқару керек. Оқумен байланысты көбінесе той тойлайтын жағдай болады. Әуешкі жұлдызындағы көрермендерім, апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Су-құйқыш жұлдызындағы көрермендеріме мамыр айының 19 мен 25 аралығына арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай, аптада орын алатын жағдайлар. Тосын сый аптаға деген. Кеңес аптаға әсер беретін жағдай. Тұрақтанып қалған жағдайыңызға көзқарасыңыз өзгереді. Қалай өзгерту керек екенін жолдарын көресіз. Немесе жағдай өзіңізге ұнамаса да, сол қалпында қала бергеніне өзіңізге солай ыңғайлы болады. Осы апта барысында өзгертуге дайын емес, бір еріншектікке, сенімсіздікке жем беретін, немесе кейінге қалдыратын. Кейбіреулеріңіз бір мәселенің шешімін күтесіз, хабар, жаңалық күтетін. Күтуге тура келетін жағдай болады. Аптаның басында өте эмоционалды, қуанышты күйде боласыз. Кездесу, немесе біреуге кеткен есеңізді қайтарып алу деген бір қиындықтан оңай босап шығатын күйде боласыз. Бір сезімді толқытқан жағдайдан босап шығатын, немесе бір қатты қуанатын, бір жағдайды тойлайтын. Кейде бір ер адамның, мінезі жұмсақ ер адамның сізге бір қол ұшын беретін, бірге бас қосып отырып бір той тойлайтын кейде боласыздар. Құрбыларыңызбен той тойлайтын. Бір ер адамға қатысты қуанышты хабар еститін, немесе сол ер адамнан көңілге жағымды бір хабар, жаңалық естуіңіз мүмкін. Сол адамның көмегімен бір қиындықты оңай шешесіз кейде. Көбінесе өзіңізді қобалжытқан шаруаны оңай шешесіз. Оңай босап шығасыз. Аптаның ортасында өзіңізге қызықты бір ұсыныс аласыз. Ұсынысқа бола үмітіңіз артады. Ертеңге деген үмітіңіз артады. Кейде бір адаммен араны жақсартуға деген үміт пайда болады. Бір өзіңізге ұнайтын ұсынысты жарнама арқылы тауып аласыз. Кейде ұсынысыңызды жарнамалайсыз. Өзіңіз бір берген ұсынысты, елге ұсынған қызмет, бір табыс көзіндегі жағдайды. Өзіңізді жақсы жағынан көрсетуге тырысасыз. Бір адамдармен арана бір араздық, түсініспестік болса, соны жақсартуға мүмкіндік келеді. Араны ашып алуға, шешіп алуға. Баратын жеріңізге бір сәтімен жететін. Немесе өзіңіздің үйіңізге бір адам келетін. Қызықтырған ұсыныс. Нәтижесі кейін болатын ұсыныс. Немесе бір алыстағы жағдай. Бір танымал адаммен араласуға ұсыныс келеді кейде. Мүмкіндік келеді. Ер суқойғыштарым, басы бос. Нәзік жандардың алдында бір ұнауға деген қасиетіңіз артады бойыңызда. Өзіңізді жақсы жағыңыздан көрсете алатын, бір кейде өзіңіз байқамай, өзіңіздің бір сондай қасиетіңізбен нәзік жандарға ұнайтын күйіңізді байқайсыз, сезесіз. Нәзік жан суқойғыштарым, басы бос. Ерлерге ұнайтын бір қасиетіңіз артқанын байқайсыз кейде. Немесе сол өзіңіздің бір тән сұлулығына, жағдайыңызды жақсартуға мүмкіндік келеді. Аптаның соңында күш салуға тура келеді. Күш салып бір істі сәтімен аяқтайсыз. Ақшаға, олжаға ие боласыз. Бәсекелестікте бір сәтті аяқтайсыз шаруаны. Екі ойдың күресі болған, сенімсіздік мазалаған шаруада соңына жеткізесіз сол істі. Кейде бір ер адаммен арада
ақшаға бола келіспеушіліктер болған болса, соны аптаның соңында талқылайтын күйде боласыздар. Кейде бір енді пікірталас орын алуы мүмкін. Ақшамен байланысты бір шаруада көбінесе, немесе соңына жеткен шаруамен байланысты. Күш салып барып сол олжаға ие боласыздар, төлемақыға. Бір тапсырысты қолмен күш салып орындайтын, жұмысты атқаратын су құйғыштарың болса, сол аптаның соңында сәтімен аяқтап, нәтижесіне, олжасына, төлемақысына ие боласыз. Кейде бір емтиханда немесе басшыларыңыздың алдында өзіңізді көрсету керек болған жерде соны сәтімен аяқтайсыздар. Өзіңізге ұнайтын нәтижемен көбінесе. Кеңес аптаға деген осы апта барысында барлығын өзім істеймін, өзім атқарамын, өзім арқалаймын деп тыраштанғанша арасында жоғарыдағы күштерге, жан-жағыңызға, жақындарыңызға, құрбы таныстарыңызға, қызметтестеріңізге жүгіну керек екенін еске салады кеңес. Ата-бабаларыңызға кейде көмегіне іштей бір жүгіну керек. Өзіңіз ғана барлығын арқалаймын демей, шама келсе, мүмкіндік болса, жан-жағыңызбен бір арқалап жүрген ауыртпашылықтарды бөлісуге шақырады. Сізге жоғарыдағы күштер қолдау көрсететінін еске салуға шақырады, есіңізге салуға, ұмытып кетпеуге. Тосын сый аптаға деген бір келіспеушіліктерді тосын сыйда ақылмен, бастапқы себебін көрумен, іздеумен шешуге тырысасыз. Ақылға салып шешуге. Ал кейбіреулеріңізде бір ойыңызда сабаққа қатысты, көбінесе білімге қатысты. Бір басыңызда алған біліміңіз, немесе қазір оқып жүрген бір сабақтарыңыз, біліміңізді арттыруға бір көңіл бөліп жүрген, алып жатқан бір ақпараттарыңыз басыңызда, ойыңызда. Енді қалай болса солай, сондай бір шашыраған күйде. Өзіңізге бір түсінікті күйде емес. Кейде бір білімнің басын бастап, екінші бір білімге жүгіретін, сондай бір. Біресе шет тілін бастап алып, одан кейін есепке жүгіріп кететін, сондай бір. Басыңыздағы сондай қалай тәртіп жоқ болғанын көрсетеді, білім алумен байланысты. Біресе ана білімге, біресе мына іске, біресе ана іске жүгіретін бір қызығушылық бар екенін, бір нақты порядок жоқ екенін. Кейбіреулеріңізде бір бұрын болған жағдай қайталанады. Құпиямен байланысты, жоба, жоспармен байланысты. Бір пікірталас орын алуы мүмкін кейде. Соны ортаға салып бір шешіп алуға көңіл бөлетін күйде боласыз. Немесе сол жағдайды аяқтауға, түбірімен сол жағдайды өміріңізден алып тастауға, бір жобаны болмаған осы апта барысында шешуге көңіл бөлесіз. Кейде үйіңізде бір ойыңызда тазалық жүргізетін, ойыңызға сол тәртіп бәрін бір порядокпен ойыңызды сондай жөндеп алатын, жіктеп алатын бәрін. Немесе үйіңізде сондай бір тазалыққа көңіл бөлетін күйде боласыз. Су құйғыштар апталарыңыз сәтті өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Балықтар жұлдызындағы көрермендермен мамыр айының 19 мен 25 аралығында арнайы болжау. Аптаға әсер беретін жағдай. Аптада орын алатын жағдайлар. Тосын сый аптаға деген. Кеңес аптаға. Аптаға әсер беретін жағдай. Білім көзіне қатысты бір жақсы жаңалық аласыз. Табыс көзіне қатысты бір ұсыныс алатын, немесе мүмкіндік келетін, бір сәттілік болатын жағдай болады. Кейде білімде бір тез арада үйреніп алатын білім көзін таңдайсыз. Курс немесе бір тез арада. Кейде бір өзіңізге пайдалы, бірақ бір үлкен маңызды емес келісім шарт болады.
жаңа бір тәжірибе аласыз. Оқуға қатысты, табыс көзіне қатысты, өмірге қатысты кейде. Бір құнды сыйлыққа ие боласыз, немесе құны бар жаңалыққа ие боласыз. Өзіңізге маңызы бар жаңалыққа. Сол жұмыспен байланысты бір өсек еститін, немесе жаңалық еститін күйде боласыз. Жұмыстағы бір жағдайға қатысты. Бір квалификацияңызды көтеруге деген тренинг дейді ғой, сондайларға қатысатын жағдай болады кейбір балықтарымда. Соны ұйымдастыратын күйде болады кейбір балықтарым. Бір мол ақша, мол табысқа қол жеткізуге мүмкіндік келеді кейде. Кейде бір алған бетінен қайтпайтын, алдына қойған мақсатына қарай қадамдайтын жас ер бала көбінесе. Енді нәзік жан болуы да мүмкін, бойжеткен. Сондай адаммен кездесу, танысу болуы мүмкін. Бір жаңа жобаны қолға алатын, жаңа бір қадамдар жасайтын, жоспарлайтын, соған қарай қадамдайтын күйде боласыз. Алғашқы қадамдарын жол салатын. Аптаның басында бір әйел адамға деген қызығушылық пайда болады. Немесе ары қарай не болар екен деп күтіп отырған шаруада жолға шығатын. Немесе соны өзгертуге, өзгеріс енгізуге тырысатын қызығушылық пайда болады. Көбінесе тілмен бәрін орындап, іске көшуге келгенде еріншектік пайда болатын. Тез арада бір қызығушылық пайда болып, сол іске кірісуге келгенде сөне қалатын. Немесе сол бір әйел адамның үйіне қарай жолға шығасыз. Әйел адам өзі келуі мүмкін. Немесе сол сіз әсер ете алмайтын жағдайдың барысына, бірақ қалай болар екен деп күтіп отырған шаруада үйіңізге ер адам келеді кейде, бір хатшы келеді, жаңалға келеді бір адам. Немесе жаңалықты ғаламтор арқылы аласыз. Бір әйел адамға қатысты, немесе сол әйел адамнан көп адаммен араласатын жағдай болады кейде. Өзіңізге бір бұлыңғыр болып көрінген анық емес мәселеде кейде. Бірнеше шаруаны шешу керек болады. Бір командировкамен жолға шығатын, бір елмен сондай шаруаға қатысты кездесіп, талқылайтын, өзіңізге қызықты бір шаруаларға көңіл бөлетін, қуандыратын жағдай болады кейде. Кейде бір өте маңызды, енді басшылықта орташа бір басқармада отырған шендегі адаммен кездесу болады. Бір шаруаңызды реттеу үшін. Бір жердің ең үлкен жоғары лауазымдағы басшысы емес, ортасындағы. Соның көмекшісі болуы мүмкін. Сонымен кездесіп бір жағдай талқылайсыздар. Аптаның ортасында үйге қатысты бір қуанышты жағдай болады. Қуанышты жаңалық алатын. Бір жағдай оңымен шешілгеніне қуанатын, той жасайтын. Кейден енді қоныс тойын тойлайтын. Сол қоныс тоймен байланысты туыстарыңызға баратын. Соған қатысты бір шақыру алатын. Өздеріңіз үйлеріңізге қонақ шақыратын. Кейде ремонтқа қатысты бір мүмкіндік келеді. Үйіңізді ремонттауға, соған көмектесетін адам келеді кейде. Жоспарлап отырған болсаңыз. Әйтпесе үйіңізде бір той тойлауға себеп пайда болады. Бір қолыңыз жеткен нәтижеге бола қуанасыз кейде. Бір жағдайды тойлауға бір мүмкіндік себеп болады. Кейде жаңа бір таныстар пайда болады. Жаңа қарым-қатынас. Салған күшіңіздің арқасында қолыңыз жеткен, күткен жағдайдың арқасында бір қолыңыз жеткен. Немесе жаңалық, хатқа бар, немесе нәтиже. Өзіңізді бір қуандыратын. Кейде үйдің бір өзіңізге ұнайтын шаруасына көңіл бөлесіз. Кейде бір қуанышты ипотекамен байланысты жағдай. Жаңалық алуыңыз мүмкін. Алыстан бір жаңалық аласыз кейде туыстарыңыздан. Аптаның соңында бір талаптарға сай болу керек жағдайда жеңесіз, бірақ өзіңізге ұнаған жолмен жетпегеніңізге көңіліңіз толмайды. Шамадан артық ақша шығарғаныңызға, уақыт жұмсағаныңызға, күш салғаныңызға, немесе соған бола бір талаптарды орындағаныңызға, немесе құжаттармен байланысты, заң орнымен байланысты, бір мекемемен байланысты, үкімет орнындағы, дүкенмен байланысты бір талаптарыңыз орындалады, бірақ сол жеткен нәтижесіне сондай бір көбірек күш салғаныңызға, көбірек уақыт жұмсағаныңызға көңіліңізден шықпайды. Өте талапшыл күйде боласыз, жан-жағыңызға, немесе біреудің талабына сай болуға тырысатын күйде боласыз. Бір құжаттарды реттеу керек. Бір өзіңізге беделі бар адамның алдында. Кейде маман адамды жалдаған болсаңыз,
маман адамның қол астына жұмысқа орналасқан болсаңыз, сонда бір өзіңізді есеңіз кеткендей жағдайда сезінуіңіз мүмкін. Талаптарға сай болуға тыраштанғаныңызға бола кейде. Бірақ жеңіске ие боласыз. Бір затты сатып алып, бірақ сапасы ұнамауы мүмкін. Талабыңызға сай емес. Арзанға алып, бірақ сол сіз күткен сапада емес болуына бола, біраз назалы күй болады кейде. Бірақ қалауыңыз орындалады, қалай болғанда. Жақындарыңызды ренжітуіңіз мүмкін. Өзіңізді сондай күштейтін күй болады кейде. Жақындарыңыздың шамасымен санаспай, балаларыңызға шектен тыс бір талапкершілік, жан-жарыңызға, бір сіздің талаптарыңызға сай бола қалмады деген. Оқу, білім көзінде сондай бір нәтижеге қолыңыз жеткенмен, соған өте шамадан артық күш салғаныңызға, жеңіске жетсеңіз де өзіңізді бір шаршаған күйде сезінетін жағдай болады. Кеңес аптаға деген осы апта барысында сол қуануға да бір шамаңыз, көңіліңіз толмаған күй болады, қуануға да сондай. Толық күйде өзіңізді бақытты сезінбейтін. Бір қалауыңыз орындалады. Кеңес осы апта барысында алдыңызға келген мүмкіндіктерді жіберіп алмауға тырысуға шақырады. Мән беруге. Кейде мән беруге тұрмайтындай бір ұсақ-түйек мүмкіндік болып көрінуі мүмкін. Басында менсінбейтін көзқараспен қабылдаған. Бірақ сол бір адам сізге мәні жоқ болып көрінген таныстық, немесе бір адамның айтып отырған ақылын сіз кемсітіп, ысырып тастайтын жағдай болуы мүмкін. Бірақ сол ақыл, сол мүмкіндік, сол есік алдыңызға келген. Сол сізді мазалаған шаруаны шешуге ең дұрыс көмегі болатын еске салады, сондықтан барлығын мән беріп қабылдауға шақырады, жіберіп алмай. Тосын сый-аптаға деген бір ойламаған жолға жүру, бір жерге жол жүру сізге бір сәттілік әкеледі, жолыңыз болуына себеп болады. Немесе кейде жол жүруге дайындаласыз, алдыңыздағы бір үлкен өзгерістермен байланысты. Көбінесе өзіңізге ұнайтын бір жол жүретін жағдай болады. Мүмкіндік келеді, бір сәттілік, немесе бір өзгеріс болады. Көшіп қонумен байланысты, немесе алған жаңалықпен байланысты кейде. Сәлемдеме, бір әйел адамнан хат хабар алуыңыз мүмкін. Балықтар, апталарыңыз сәт өтуіне тілектеспін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.